Біреулерді Алла тағала пайғамбарға дұшпан қылып қойып жатыр да. Азаннан қара кешке дейін пайғамбарға қандай зиян береміз деп, оны айтушыларға қалай зиян береміз деп, соны күні түні ойланып жатқандар бар. Құдай жүрегін не істеп қойған? Фағшейнахум фахум ла юбсирун дейді. Олардың жүректерін, алдарын, арттарын, оңын, солының барлығын қоршап ғышия қылып тастағанбыз дейді. Яғни тосқауыл қойып тастағанбыз дейді. Олар көрмейді дейді, ана қарасын. Мына көретін көздерді Алла осылай әкеп қойған екен. Ана ұстаздың шәкіртіне шәкіртінің қойған сұрағында айтады, ұстаз, пайғамбарымызды көргендер қандай бақытты. Біз көре алмай қалдық қой деген кезде ұстазы не деп айтты дейді? Шәкірт айтты дейді, ұстаз айтқан кезде, шәкірт айтты, ұстаз сонда не? Пайғамбарды көргеннің бәрі бақытты болатын болса, Абу Жахил бақытты ма? Абу Лахаб бақытты ма? Умайя ибн Халаф бақытты ма? Бәрі пайғамбарға дұшпан болып өткен жоқ па? Пайғамбарымызды көзбен емес, жүрек көзбен көргендер бақытты деп айтқан екен. Міне осындай жүрек көзімізбен пайғамбарға иман келтіріп, саллаллаху алейхи уассалам деп салауат айтып, осындай бір мұсылман қылған Аллаға сансыз мадақтар болсын. Заман ауыр, бүлік үлкен, қою қараңғы түннің бүлігіндей бүліктер болып жатыр. Әр отбасына кіріп кетті, пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи уассалам. Бірақ содан құтқаратын жалғыз жол бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сара жолы ғана, басқа жол жоқ. Басқа жол жоқ. Пайғамбарымыз арқылы бұл бүліктен құтыламыз, басқа жол жоқ. Басқа жол іздесеңіз таба алмайсыз. Енді қараңыздар, өткенде Қарағандыда подкастта отырған кезімізде Елдос деген ұстаз бар, барлықтарыңыз танисыздар. Алла өміріне берекет берсін. Сол Ұлытау облысының имамы. Сол кісі айтып жатыр, марқұм Бауыржан ұстаздың тірі кезінде бір шәкірті келіп айтқан екен да, ұстаз үйде сондай бір берекетсіздіктер болып жатыр. Айқай шу, ұрыс керіс, білмеймін, бір дұрыстайық десек те келмей жатыр. Не қылсақ болады деп келген ғой. Ұстаздың да даналығын қарасай, машалла. Бауырым, пайғамбарымыздың өмір баянынан күніне жатарда 10 бет оқыда, ешкімге ештеңе айтпа деп айтқан екен. Біз ана айтқын келіп жарылып отырасың ғой. Міне Хадиша анамыз көрдің бе? Сен вообще Хадиша анамыз туралы нең жоқ. Қандай болған пайғамбардың әйелі деген сияқты тиіскін келіп, именно сол жерін оқи бересің ғой, Хадиша анамыз тұрған жерде. Сосын ол келеді, пайғамбарымызды көрдің бе деп. Бір-біріңе соны атсасын қиыстамай. Сонымен ештеңе үндеме деген, біліп тұр ғой жарылатын оның да. Бір ай бойы өз оққан ғой жаңа. Үйге келеді кешкісін, 10 бет сира оқиды екен пайғамбарымыздың өмір баянын. Жабатта ұйықтайды болды. Сөйлеспейді да, ешкіммен не алмайды да. Бір ай өткеннен кейін жаңа жеңшеміз, "Чотам өзің оқи бересің ба?" деп айтты дейді ғой. Оқысайшы бізге де, не оқып жүрсің сен өзің? Сонымен бір ай семьяға оққан ғой, 2 айдың ішінде отбасы берекелі болып кетті дейді ғой. Көрдіңіздер ма? Үйден пайғамбар шығып кетті ма, берекет шығып кетеді. Үйге пайғамбар кірді ма, берекет кіреді. Пайғамбар кірді деген сөз ол кісіге салауат айту, немесе ол кісінің өмір баянын бала шағаны отырғызып қойып, таста телефонның бәрін деп оқу. Көрдіңіздер ма? Сол кезде үйге не кіреді екен? Берекет кіреді. Өйткені бәріңіз білесіздер, әркім өзінің бір кем дүниесімен өмір сүріп жатыр ғой қазір. Әрқайсының отбасында бір проблема бар, ағайын туысында бір проблема бар. Сол проблемалардың жалғыз ғана шешімі бұл кім екен? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Міне қараңыздар, сіздер келгенде мына сағат Батырбек ұстаз ғой, бір болмай бастады уағызды. 12:30-да ұстап кетті, Құдай біледі ше. Содан бері отырсыздар, әлі дәрет жаңаламағандар бар әлі ішінде. Дәреті бар деп жатқаным ғой. Неше сағат болды қазір? 3:30, ровно 3 сағат болды қазір, мысалға уағыз басталған. Табжылмай отыр. Қараңыздар, қандай бақытты адамдар дейін да. Сіз осы жерде отырып ұйықтап отырсаңыз да кешіріп кетіп жатсыз ғой. Еще пайғамбар айтылған сайын неге ие болып жатсыз? Берекетке ие болып жатсыз ғой. Сауапты қоя сал, итак сауап бұл сансыз кетіп жатыр ғой ол. Берекетті алып жатсыз ғой, сіз берекеттің барлығын алып жатсыз, көрдіңіз ба? Қазір мына жерден не істеп шығасыздар? Үйіп алып шығасыздар берекетті. Өйткені пайғамбар айтылған жердің бірден автоматты түрде берекет алып кетеді ол жерде. Ана Хыдыр алейхиссаламның есімі Хыдыр ғой, Хыдыр деген не деген? Жасыл деген. Неге жасыл деп аталған? Шыры әрғаш. Неге жасыл деп аталған? Кім білетін? Кім кітабын ол? Подарит ете салайық. Жүргеннен кейін көп шығады. Дұрыс, екі адам айтып қойды, бір адам айтамады, мейлі. Бермейтін болдым кітап.
Дұрыс айтады бауырлар, міне ол жүрген жер, ол Алланы еске алған, зікір еткен жер не істеп кетеді дейді, бірден көгалып жасыл болып кетеді дейді. Берекелі кісі ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одан да берекелі ма? Пайғамбарға жететін бір адам бар ма берекелі? Жоқ қой. Жоқ қой, субханалла. Алла тағаланың сондай берекелі, мубарак, сондай берекелі пендесі бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Сол пайғамбарға, асыл таза адамға адамдар не істеп жатыр? Пышақ тығып жатыр ғой, артына әңгіме айтып жатыр. Көрдіңіздер ма? Мұса пайғамбар айтқан екен ғой. Енді бізді қойшы, енді біз мейлі біз көтере береміз ғой. Мұса пайғамбар айтқан екен: ей Раббым, мені бір артымнан әңгіме ілеспейтіндей адам етші, адамдар артымнан тек жақсы нәрсені айтатын қылшы деп айтқан дейді ғой. Сонда Алла тағала: ей Мұса, адамдар сен емес мен туралы әңгіме айтып жатқан кезде дейді, сені не істесің деп айтқан екен да адамдар. Сен қалай сөзден амандықта қаласың деп айтқан екен. Адамдар Мұхаммедтің Раббысы болған Аллаға тіл тигізіп жатыр. Оның құлы Мұхаммедке тіл тигізуі не болып тұр сонда? Заңдылық сияқты болып тұр да. Алла сақтасын. Енді Алла хидаят берсін. Ешкімге жамандық қаламаймыз, бірақ ішіндегі қыңырлығы мен тәкаппарлығы қазір білесіздер, пайғамбарымызға сондай ауыр әңгімелерді айтқызып жатыр. Алла сақтасын. Мінекей сол Алла тағаланың сүйікті елшісі, мубарак, берекелі пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Енді Лабағата мешіті сәл кештеу қылып ұйымдастырып жатыр ғой, енді мәуліт кешін. Ғалымның рахым нұры деп қойыпты. Ғалымдікі болсын, ғаламдікі болсын, әйтеуір түсінікті ғой мағына. Жалпы әлемнің рахым нұры ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва саллам. Енді бауырлар, бір нәрсе айтайық. Алла тағала Құран кәрімде, жалпы білесіздер, бізге хадистерде нелерде 124 мыңға жуық пайғамбар айтылады, иә? 124 мыңға жуық пайғамбар. Біз олардың ешқайсысын бөліп жармаймыз. Барлығына бірде иман. Бірде біреуін тәрк етсең, не боласың? Автоматты түрде діннен шығасың. Біз бүкіл пайғамбарларға иман келтіреміз, бірақ абзалдық тұрғысынан пайғамбарымызды абзал деп білеміз. Дұрыс қой, солай ма? Солай. Енді ол деген сөз басқа пайғамбарлар жерге ұру емес, бірақ Алла тағала өзі аятта солай айтып қойған. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd дейді. Біз елші жібердік дейді. Сонау елшілердің ішінен кейбірінен абзал қылып қойдық дейді. Ол абзалдардың абзалы кім? Мұхаммед саллаллаху. Өйткені Алла Құранда 124 мың пайғамбар болатын болса, соның біреуімен ғана ант ішкен болды. Кіммен? Мұхаммедпен ғана ант ішкен. Лa'амрука иннахум лафи сакратихим я'махун. Ей Мұхаммед, мен сенің бүкіл өміріңмен ант етем деген Алла тағала. Адамдар бірақ нәпсілеріне еріп дейді, нәпсінің құлы болып адасуда, саған тіл тигізуде дейді, ей Мұхаммед дейді. Көрдіңіздер ма? Лa'амрука деген сенің өміріңмен ант етем деген, сенің сираңмен ант етем деген. Көрдіңіз ба? Өмір деген не ол? Мынау не ол? Қақтап отырайық. Соң айтам, сәл тұра тұр енді, не қылмай. Мен заманым бітсін, келесің иншалла. Не айтып отырғанымызды ұмытып қалдым. Алланың берген ант етем. Иә. Ей Мұхаммед, сенің өміріңмен ант етем деп жатыр Алла тағала. Өмір деген не ол? Қойш, атасынан бастап па? Сен өмірің десе атаңнан бастап айтам. Дұрыс айтады, міне машалла. Ей жарық. Дұрыс айтады. Туылған дүниеден өткен таңына дейінгі күн не деп аталады? Өмір сира деп аталады. Яғни неше жыл? 63 жылына ант етіп жатыр Алла тағала. Пайғамбарымыздың 63 жыл өміріне ант етіп жатыр Алла тағала. Туылған түннен бастап дүниеден өткен сәске таңғы уақытқа дейінгі аралық. Сол 63 жылдың күндеріне, түндеріне, әрбір сәттеріне, әрбір оқиғаларына Алла не істеген? Ант ішіп қойған. Көрдіңіз ба? Ант ішкен жалғыз пайғамбар бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Бауырлар, қараңыздар. Дүниеге келген күні не болды, білесіздер ма әлемде?
Ай, дүниеге келген түні дұрыс айтатын, пұттары құлады, анау жаңа бағаналар құлады, Кисраның сарайындағы терезелер сынды, көл тартылды. Және не болды? От өшті, 1000 жыл бойы жанып тұрған. Сонымен қатар Амина анамыз құрсағынан шыққан нұрды көрді. Одан бір күн бұрын түс көрген деген хабарда бар. Я? Сен бір асыл перзентті дүниеге әкелесің деп дауыс келген дейді. Қараңыздар, сол түні дүниеге келетін түні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Амина анамыздың құрсағынан нұр шықты, ол нұрды көрген бірінші. Кейін не істеді дейді, ол нұр Шам жерлерін сәулелендірді дейді, я, нұрға бөледі дейді. Амина анамызды босандырып атқан әйелдер не деп айтқан? Амина анамыз босандырып атқан әйелдер айтады. Бұл сира кітаптарын қарасаңыздар, біз айтқан да шығармыз оны мүмкін. Бүкіл дүниенің жұлдызы келіп дейді, біздің шатырдың үстінен жымыңдап қарап тұрды дейді. Кім дүниеге келіп жатыр деп бір-бірімен таласып атқан сияқты болды дейді. Қарап. Сөйтсе, ғаламның рақым нұры келіп жатыр екен дүниеге. Сол күннен бастап қалған дүниеге өткенге дейінгінің барлығы не деп аталады? Сира деп аталады екен. Міне, Алла тағала сол кісінің өміріне ант ішкен. Алла тағала өзі қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірден бір пайғамбар. Оның өмір баянына ешкім өзгерту енгізе алмайтын и енгізілмеген. Қараңыздар, ешкім өмір баянына өзгерту енгізе алмайды пайғамбарымыздың. И енгізілмеген де оригинал нұсқа бар бізде, оригинал нұсқа. Ең бірінші пайғамбарымыздың өткен өмір баянын кім жазды? Ибн Хишам. Дұрыс айтады. Сабақта айтып кеттік қой, айналайындар, Осман ибн Аффанның баласы Абан деген жазған дедік. Зубайр ибн Ауам деген сахабаның баласы кім? Оруа деген жазған дедік. Осы екеуі пайғамбарымыздың ең бірінші өмір баянын жазған кісілер ғой. Пайғамбарымыздың жорықтары деген. Көрдіңіздер ме? Біліп алыңыздар, ұят болады, мынау бар ғой. Именно Лабағата мешітінің жамағатына вообще ұят болады. Басқа. Hani машинасынан соғып кетті, көрдің, не істеді, шырылдап. Қараңыздар, ең бірінші табиғиндар жазды. Дұрыс па? Табиғиндар бізде өтірікке келсе ме бірауыздан? Келсілмейді. Табиғиндар кімдерден алды оны? Сахабалардан алды. Сахабалардан кейін табиғиндар оны жазды, қағазға түсірді. Оны дамытқан кімдер? Табиғиндар. Ал оны кітап қылып, том қылып жазған одан кейінгі келген ғалымдар. Арада үзілген бірдеңе бар ма? Жоқ. Енді өтірік қосқың келіп, желаниең ұрып тұрса да қоса аласың ба? Қоса алмайсың. Оригинал нұсқа тұр өткен сенде. Көрдіңіз ба? Өзгерткің келсе де не істей алмайсың? Өзгерте алмайсың. Неге деп іздеп көрдіңіздер ме? Неге ол деп? Неге именно біздің пайғамбарымыз өмірі сондай деп? Іздеп көрген жоқсыздар ма? Неге екен? Алла тағала солдай қасиетті қылып қойған. Өйткені оның өміріне ант еткен ғой, бауырлар, айтып жатырмын ғой. Өйткені ол кісінің өміріне ант еткен ғой. Демек, ол кісінің өмірін істей алмайды ешкім, өзгерте алмайды, құрта алмайды ғой, қарасаңызшы. Әлемде ең көп жазылған кітаптар сира кітаптары пайғамбарымыздың. Өйтіп ешкімнің өмір баяны жазылмаған. Қараңыздар, әлі жүріп міне бітіре алмай Лабағатада сабақты. Қанша ай болды? Бір жылдан асып кетті. Көрдіңіздер ма? 14 том, 20 том, 28 томдық кітаптар бар пайғамбарымызға жазылған. Не деген ілім ол, не деген пайғамбарымыздың өмір баяны саллаллаху алейхи ва саллям. Неге сондай болып сақталынған? Өйткені оған ант ішілген. Басқа пайғамбарлардың өмірі бар ма? Том-том болып жазылған? Жоқ қой. Бүкіл пайғамбардың қоссаң бір кітап болады, 300 беттік. Пайғамбарлар тарихы деген. Еште оның ішінде жартысы Исраилатқа бар. Сонда 150 ақ беттік. Көрдіңіздер ма? Міне пайғамбарымызды Алла тағала осындай мәртебеге көтерген. Ешбір өзгертуге келіспеген адамдар жазған, оны сақтап қалған солай. Енді жаңадан біреу келіп өзгерткісі келіп, мына шығыстанушылар бар, Францияда неде өмір сүрген. Пайғамбарымыздың өмір баянын өзгерткісі келген қаншама рет. Оны педофил қылғысы келген. Кішкентай қыздарға секіретін деп. Соңында не істеп білесіздер ма? 70% исламды қабылдап кеткен. Қайтадан өзінің кітабына өзі жауап жазған. Көрдіңіз ба, Алла тағала қандай? Ана өмір баянды зерттей беріп, соңында неге келген? Иманға келген ғой, исламға келген.
Сондай бұл кісінің өмірінің өзі қасиетті бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сирасы, өйткені Алла ант ішкен өмір ол. Сондай берекелі өмір. Және біліп қойыңыздар, біз бұл пайғамбарды қаншама құрметтесек те, мәртебесін көтерсек те, бірінші бәрібір кімді қоямыз? Ла иляха иллалланы қоямыз ғой. Иә? Алланы қоямыз ғой біз. Алланың дәрежесіне дейін апарамыз ба пайғамбарымызды? Ешқашан. Біз не деп айтамыз? Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп айтамыз. Не деген ол? Құлы. Көрдіңіз бе? Алланың құлы әрі елшісі екендігіне ант етем деген ол. Біз оны құл деп білеміз пайғамбарды. Сол кімнің құлы? Алланың құлы. Өйткені адам жынысынан келген. Біздің жыныстан келген. Өзге дін өкілдері өзінің пайғамбарларын қаққа апарады? Құдайлық сипатқа апарады. Ал қараңыздар. Құдайлық сипатқа апардың, ал жақсы ал. Өзіңнің құдайыңмен өзің қалай шай ішіп отыра бересің ба сонда? Құдай деген сипатқа ие, әлгі сен құдай қылып атқан пайғамбар мысалға. Құдай қылып атқан пайғамбар. Одан қалай сен өнеге аласың? Қалай өнеге аласың? Мен құдайдан үйрендім деп айтасың ба сонда? Қалай болады? Мен миым жетпейді ондайға, қалай? Сәл ойлануы кеміс болып тұр ма, бірдеңе болып тұр да? Көрдіңіз ба? Өзіңмен бірдей мысалға адамды. Адам ғой ол, дұрыс па? Өзге пайғамбарлардың барлығы адам ғой. Сол адамды сондай құдайлық сипатқа көтерудің не қасиет бар ода? Көрдіңіз ба? Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан не істемейміз? Құдайлық сипатқа көтермейміз. Оны Алланың құлы деп білеміз, бауырлар. Мың жерден пайғамбарымыздың мәртебесін асқақтаттық та ол не болып қала береді? Құл болып қала береді. Оған біздің тағы күшті бір дәлеліміз, бізде мынау кейбір енді қонаққа барғанда кейбір кісілер қалай отырып тамақ ішеді, білесіздер ма? Жантайып отырып тамақ ішеді ғой бізде. Сол пайғамбарымыздың сүннетіне сай бола ма сол? Белім ауырып барадыр, аяғым кетіп барадыр деп жантайып отырып ішеді. Шынымен пайғамбар жақсы көретін болсаңыз, олай істемейтін едіңіз да сіз. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқашан жантайып тамақ ішпеген. Мен құл болып келдім дейді. Құлдар сияқты тамақтанам деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзінің құл екенін өзі айтып берген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба, кімнің құлы бірақ? Алланың құлы. Мінекей, сондықтан біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды ешқашан құдайлық мәртебеге көтермейміз. Және қараңыздар, біздің пайғамбарымыздың сондай Алла тағала жаңағы өміріне ант еткендігі айтты ма не, құладың уже? Қомтып қалып жатырған еді. Так, мынау қол бүйтіп тұрса, значит, мынадай. Сол жақ бір әсере басталды. Болды, я келді. Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірі бізде адамзаттың бүкіл кезеңіне жауап беріледі ғой. Дұрыс па? Күшті, иә? Рахат. Қашып кететін вариант жоқ қой. Пайғамбарымыз осы жерде не істеді екен деп айта алмайсың. Өткен бүкіл өмірі алдыңда тұр да. Туылғаннан бастап өмірде өткен 63 жыл өмірі тұр ғой алдыңда. Бүкіл адамзат, жастар отыр ма? Жастарға да жауап берілді ол кісі. Боз бала ма? Боз балаға. Жас кез ба? Жас кез. Қарлық кез ба? Қарлық кезге жауап береді. Көрдіңіз ба? Қандай күшті. Мысалға, маған кез келген пайғамбарды айтыңыздаршы. Бір пайғамбарды айтыңыздар. Иса алейхиссалам, жақсы. Иса пайғамбардың дүниеге келгені бар. Екі ортада не істеген білмейміз біз. Кейін оған пайғамбарлық келгені айтылған. Одан кейін көтеріліп кеткен айтылған болды. Жауап беріле ма бүкіл өмірдің кезеңіне? Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірі бүкіл адамзаттың өмір кезеңіне жауап беріледі. Туылғаны бар, балалық кезеңі бар ма? Бар. Қалай өсті? Ауылдық жерде өсті. Неге ауылдық жерде өсті? Али, көрдіңіздер ма? Ауылдық жерде өсірудің өзі бір не екен? Бұл да бір керек нәрсе екен балаға. Көрдіңіз ба? Далалық, тазалық, табиғат керек екен балаға. Бала даланы мынадай кеңді көріп өскен бала кең ойлана алады дейді. Тарлардың арасында жүрген адам не? Тар нәрсені ойлайды дейді, болды. Көрдіңіз ба? Басқаша көзбен қарайды, далаға қараған бала дейді. Сол үшін ол кісі сондай бірнеше себептер бар, негізгі себептер осындай, көрдіңіз ба?
Одан кейін не болды? Әкесіз дүниеге келді ол, 6 жасында анасы дүниеден өтті. Алла тағала былай деп айтқан сияқты ғой. Абдулла, сенің миссияң бітті. Амина, сенікі де бітті. Енді кімдікі бұл? Миссия қалған біздікі дейді Алла тағала. Мен өзім тәрбиелейін дейді Алла тағала. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мені Раббымның өзі тәрбиелегендіктен мінезім қандай көркем менің дейді. Біреу бар ма жете алатын пайғамбарға мінез тұрғысынан? Адам баласы пайғамбардың мінезіне жете алмайды, ешбір адам баласы. Өйткені оның тәрбиешісі кім? Әлемді жоқтан бар етуші. Бізді тәрбиелеп жатқандар кемшілікке бой алдырған кісілер. Сондықтан біздің бойымызда не көрініп қала береді? Кемшілік көрініп. Ол кісінің бойында кемшілік көріне ме? Жоқ, көрінбейді. Көрдіңіз ба? Қандай айырмашылықтарды. Сондықтан 6 жасына келген Амина анамыз, білесіздер, Абуа деген ауылда дүниеде салған ғой, мынау қайтыс болған, әлі күнге дейін тұр. Қабір барсаңыздар болады, көрсеңіздер. Көрем деген кісілер таспен салып қойған бейді. Сол ауылда дүниеден өтіп жатқан кезде қасында кім болған бұның? Жалпы біліп қойыңыздар. Пайғамбарымыз дүниеге келмей тұрып болған о кісі. Умму Айман деген әйел кісі бар ғой. Бұл кімнен қалған еді? Әкесі Абдулладан қалған ғой. Қызметшісі Умму Айман деген әйел кісі болған. Пайғамбарымыз дүниеге келмей тұрып болған. Дүниеде болған кезде болған. Пайғамбарымыз дүниеден өтіп кеткеннен кейін дүниеде болған. Туылғаннан бастап өлгенге дейінгі бүкіл өмірін білетін жалғыз адам кім? Умму Айман Барака деген әйел кісі. Со Умму Айманның хабарларында келеді. Амина анамыз дүниеден өтіп жатқан кезде Амина анамыз баласының қолынан ұстаған, яғни пайғамбарымыздың қолынан ұстағанда айтқан: ей Мұхаммед, ей балам, есіңде сақта деген. Әрбір жас есейет, қартаят, әрбір жаңа ескерет дейді. Әрбір келуші кетет дейді. Әрбір уақыты біткен нәрсе өтет дейді. Бірақ, ей балам, менің есімім мәңгі бақи қалады дейді. Өйткені мен дүниеге әкелген перзент бұл қатардағы қарапайым перзент емес деп айтқан екен. Сол кезде пайғамбарымыз жылаған екен, саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер ме? Балалық шағы бар ма? Бар. Балалық шағынан кейін кезең қандай кезең? Жасөспірім кезең. Абу Талиптің үйінде болған кезең, дұрыс па? Қазіргі біздің жастарға таза керек кезең тиктоктың астында жатқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Абу Талиптің үйінде жатты, аспанға қарады, потолокке қарады. Потолок қамыс екен. Абу Талиб тамақ пісті ма? Айтсайшы, шеңшек айтсайшы, тамақ пісесің. Қарын деген шорылдап жатыр. Білмеймін, ата тапсырды ғой мен сендерге. Өліп бардың кеше Абу Талиб ата. Деп айтпаған, көрдіңіздер ма? Не істеген? Қой баққан ғой. Бақыр тиынға. Бақыр деген қазіргі бір 50 теңге 100 теңге қиырш қара бақыр тиын. Соған тиын қой баққан екен. Меккенің аптап 50 градус ыстығы бар, үстіңнен ұратын, астыңнан ұратын 45 градус бар таудан. Білет, барғандар өзі күліп отыр ғой. Тастан ұрған кезде бар ғой астық. 200 градустың ортасында миың қайнайды ана жерде. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аз да болса не істейін деген екен? Абу Талиптің ауыртпашылығын жеңілдетейін деп қызмет жасаған екен. Міне қазіргі біздің жастарға, жатып шер жалқауларға таза пайғамбарымыз үлгі ғой, керемет үлгі. Солай ма? Ойбай, отыр, салқын тиеді балам, отырма. Ноутбугыңды ал, мүтпеліңді көр, отыр. Ойбай, жөтеліп жатыр бал. Деп. Өлтіріп жатыр қой, өзіміз өлтіріп жатыр. Балаңды аясаң, аяма дейді қазақ айтады. Кішкентай кезден еңбекке баулымаған, еңбекті түсінбеген, нанның қалай келетінін түсінбеген бала өскен кезде әңгір таяқты ойнатады басыңа ерден. Көрдіңіз ба? Сондықтан мінекей пайғамбарымыздың өмірін білген адам оны не істемейді екен? Жасамайды екен. Баласын еңбекке баулытады екен. Болмаса ілім алдырады екен. Жас кездегі ілім өте не болады? Тасқа жазған қашап оюдай болады екен. Одан кейін келді. Жағы үйленетін жасқа келді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Үйленетін кезде де қандай керемет әйел таңдады, дұрыс па? Хадиша анамыз таңдады. Хадиша анамыз Кемел деген атқа ие болған әйелді таңдады. Меккеде жалғыз түйір әйел болған, Кемел деген атқа ие болған. Ол Хадиша анамыз болған. Қай жағынан Кемел? Не ойлап жатсыз сен мысалы Кемел деген? Тұншын, маған басқа жағын ойлап отырғансың ғой, байлық барлығы
Кемел деген мінез құлқы кемелденген дана адамды айтады кемел деп. Көрдіңіздер ме? Сондай әйел болған екен. Демек ол кісі пайғамбарымыз не деп жатыр? Әйел алсаң да барынша дана красавица қызды ал деп жатыр. Дана әйелге ал үйрен деп жатыр ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Әйел таңдаудың өзінде не істеп жатыр? Жол көрсетіп кетіп жатыр. Действительно, Хадиша анамыз мықты болып шықты ма? Мықты болып шықты. Әлемдік 4 ізгі әйел. Мына жерде кілең машал. Әлемдегі ең 4 асыл ізгі әйелдің қатарына кіріп кетті Хадиша анамыз. Анау пайғамбарлық келгенге дейінгі қандай қызметтері бар ана Нұр тауының төбесіне шығатын. Күніне 2 рет шығатын кездері болған. 1 рет шықтық, содан кейін шыға алмай жүр әлі. Мысалға да. Не деген күйеуіне деген сондай махаббат. Сол махаббатына Алла оның да не берді? Жәннатты сыйға берді. Деп қажы апамызға айтып отырсақ, бір қажы апам айтады: балам, мен дейтін күйеуі охранник екен да, индрайвермен беріп жүріп жүретін тамақты дейді да, енді өзім апарам дейді, ертең елге барайын. Мына таудың төбесіне қалай шығып жүр Хадиша анамыз деп тұр ғой, жасы 55-те болып. Дұрыс деп жатырмын міне. Ағам да сізді ертең жақсы көріп бастайды деп жатырмын да, құдай қаласа. Ескермеген махаббат болады сосын қайтып. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйел таңдауда да бізге көрсетті. Одан кейін қоғаммен қарым қатынасты да бізге көрсетті. Дұрыс па? Қалай көрсетті? Қоғаммен қандай бол деді? Жұмсақ бол деді, дұрыс айтады. Адамдармен жұмсақ бол, көркем мінезді бол, адамдарға дінді насихатта. Неге? Адамдардың сенімімен арпалысу тоқтатпа деді. Баласы өліп жатқан кезде, Ибрахим баласы өліп жатқан кезде адамдар не деді? Ойбай, күн тұтылды, ай тұтылды деді ғой жаңа. Күн мен ай тұтылды, бір-біріне сәйкес келетін кездер бар ғой жаңа. Дала деген қараңғы болып кетті. Сонда адамдар, Ибрахим, көрдіңдер ма, пайғамбардың баласы Ибрахим өліп еді, күн тұтылды деді ғой. Сонда пайғамбарымыз: дұрыс айтасыңдар, менің балам өліп еді, күн тұтылып жатыр деді ма? Жоқ, үйде өлік болып жатыр да. Пайғамбарымызды алаңдатқан нәрсе не болды? Сырттағы адамдардың сенімі болды. Сыртқа дереу шықты да өлікті тастап не деді? Ей адамдар деді, күнде, айда біреудің өлімі үшін, біреудің өмірге келу үшін тұтылмайды деді. Бұл Алланың бір белгілерінің белгісі деді. Көрдіңіздер ма? Әлі күнге дейін сондай сенімде жүргендер бар екен. Бүгін менің туған күнім болып еді, күн тұтылып жатыр дейді. Сен туған не қатысы бар күн тұтылу? Көрдіңіз бе? Сол сенімді адамдардың сенімін жөндеуден пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқашан шаршамаған екен ғой. Көрдіңіздер ма? Міне, одан кейінгі кезеңдерде де соңының өмірінің барлығын қоғамды жөндеуге өткізді. Тіпті хадистерінде айтты, адамдардың қиыншылығына сабыр қылыпты. Оларға ақиқатты насихаттап жүрген адам, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыйып жүрген адам, күндіз ораза ұстап, түнде тағажүд оқыған адамдардан қайырлы болады деді. Көрдіңіздер ме? Мінекей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай өмірі біздің бүкіл кезеңдерімізге жауап береді екен. Енді қателік кімде? Менде қателік. Мен танымай жатырмын ол кісіні әлі. Мына мәуліт деген нәрсе өте жақсы нәрсе. Сол пайғамбарымызды жадымыздан шығып бара жатқан кезде бір-бір есімізге түсіріп аламыз ғой. Бұл қайта біздің елде жаңағы пайғамбарымыз дүниеге келгенде ғана еске алынып не қылып атады ғой енді бізде. Негізінде бұл басқа кейбір елдерде тоқтамайды бұл. Осылай жалғаса береді. Мәуліт деп сылтауратып алады да, пайғамбарымызды не істей береді? Айта береді. Енді ол жерден берекет үзіле ма? Үзілмейді, көрдіңіз бе? Сондықтан біз өмірімізге берекеттің кіруін қаласақ, осындай қиын заманда, бүліктердің заманында өзімізді, отбасымызды, бірінші өзімізді бағанағын қою керек ма? Оқы деп апап беруді қою керек, өзің бастау керексің. Көрдіңіз ба? Өйткені Алла тағала аятта не деп айтты? Қу анфусакум деді. Бірінші өздеріңді сақтаңдар деді. Ва ахликум, сосын отбасыларыңды сақтаңдар неден? Отына адамдар менен тастардан болатын тозақтың отынан деді. Енді ол ақыреттік нәрсе болса, біз бей деп айтамыз. Өздеріңді және отбасыларыңды айналадағы болып атқан барлық неден? Бүліктен сақтаңдар деп айтамыз. Бүліктен сақтанудың ең ұлы жолы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп кеткен жол екен. Құрметті бауырлар, енді көп нәрсе айтылып жатыр ғой. Іліп алатын бірдеңе айтайын, болды сол. Барлығымыз келіп жатырмыз, Алла разы болсын.
Енді жаңа бір ғалым айтқан екен ғой, бұл жерде болмағанда басқа жерде отырсаң дейді, күнә істеп қоятын едің деп айтқан екен да. Тым болмаса күнәдан аман қалдың мынадай жиында деп айтқан екен. Үйде болсаң бар ғой, бостан бос жатуың мүмкін да. Осы жерде қайта қаншама нәрсе алып қалдыңыздар. Қазір әлі қаншама ұстаздар айтады қазір иншалла. Айтайын деген нәрсем, бауырлар құрметті, күнде кешкісін бағанағы бауырымыздың істеген нәрсесін жасап, бір 10 беттеме қойын, нәпсі шырылдап ауыр болар, бір 5 беттен бастаңыздар. Содан кейін көрерсіздер енді. Шеңшем ар жағынан дыхание беріп атса, оңға көтересіздер. Бір 5 беттен бастап пайғамбарымыздың өмірбаянын оқыңыздар. Тек қана мәулітте еске алатындай болып, ана яһудилер сияқты оқып қалмайық. Тек қана белгілі күндерде ғана құдайларын еске алатын. Пайғамбарымызды мәулітте еске алатын үммет болып қалмайық тек қана. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымызды жыл 12 ай әр күн, әр сәтте еске алып салауат айтатындардан болайық. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Дұрыс. Содан кейін үйіңізден берекет кетсін. Не то, что сіздің үйіңіз бар ғой, сіздің ұрпаққа кіріп кетеді ол берекет. Кешкісін салауат айттыңыз да, семьяңызбен отырып 100 салауат айттыңыз. Сосын жеңшеммен бір шаруашылықтар жасадыңыз. Ертең бір перзент дүниеге келді ана салауаттан кейін. О, кетті ғой берекелі перзент болған. Солай болады деймін. Мен бір не айтып отқан шығар деп отқан, солай болады ол. Бұл кісі тұнған дүниеден өзі бар кезде қандай берекелі, өткеннен кейін де солай берекелі ол. Ол өзі еске алынған жерде де сондай берекелі ол. Берекетті кіргізеді ол кісі. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен әрқашан бірге болатын үмметтерден болып нәсіп етсін. Тек қана мәулітті еске алмайық, бауырлар, иншалла пайғамбарымызды әрқашан еске алайық, пайғамбарымызға әрқашан салауат айтайық. 100 рет айтпасақ та күніне таңертең 10 рет, кешке 10 рет салауат айтатын үмметтен болып нәсіп етсін Алла тағала. Я, ол кездің сыйлығы не болады? Дұрыс айтады, міндетті түрде менің шапағатым жетеді дейді. Ең қиын күні таңертең 10, кешке 10 айтқан адамға менің шапағатым міндетті түрде жетеді дейді. Кетіп қалмайды дейді адас. Міндетті түрде сен тауып алады дейді менің шапағатым. Көрдіңіз ба? Қиналып жатқан кезде ертең кім керек болады? Қараңыздар, дүниеде қарай, анаяқта қалай керек бізге? Дүниеде солай керек қазір енді. Ояқта да ол кісі керек болады. Кеше айттық қой, қабірінен бірінші тұрып күтіп алады ғой ол кісі. Ең бірінші қабірінен оянатын сол кісі ғой, саллаллаху алейхи уассалам. Неге деген кезде ғалымдарымыз айтады, оның үмметі оянған кезде, қабірінен тұрған кезде шошып кетпес үшін пайғамбарымызды көріп жүректерін басып алады дейді. Көрдіңіз ба? Аллах. Міне сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге әр сәтте, әр қашан дүниеде, ақыретте қажет екен бауырлар. Алла елшісінің жолына бізде жаңа ұстаз айтқандай сахабалар жанымыз пида болсын. Алла тағаланың елшісінің жолында малымыз да пида болсын. Бар ондай бауырлар, Алла елшісінің жолына мінекей мәулітке бүгін мысалға сіздерге дастархан жайып, неге жайып жатыр ол? Не істеп жатыр? Неге жайып жатыр? Етті асып, анау піл сойдырып не істеп жатыр ол? Не қылған ысырап ол ақша деп жатсыздар ма? Бір бауырымыз келіп, соны не істеп жатыр? Пайғамбардың құрметіне деп, бауырлар үшін деп жайып жатыр. Көрдіңіз бе? Дұрыс па? Пайғамбардың жолы ма? Әлбетте пайғамбардың жолы. Мінекей осындай. Саллаллаху алейхи уассалам. Алла разы болсын баршаларыңызға. Алла разы болсын баршаңызға. Алла берекет берсін. Пайғамбарымыздың берекетінен бізге де Алла тағала үлестірсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Алла тағалам мына жиналып келген бауырларымыздың қадамдарына берекеттер бер, өмірлеріне, мал жандарына, ризық несібелеріне, ұрпақтарына, дүние ақыреттеріне Алла өзіңнің үйіп төгіп берекетіңді нәсіп еткейсің. Раббым Алла пайғамбарға және өзіңе дұшпан болатындардан емес, пайғамбарға және өзіңе қызмет қылатындардан шын жүректі, шынайы үмметтен болуды Алла баршамызға нәсіп ете көр. Саллаллаху аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Рахмет баршаңызға.